Ұстазым маған тапсырма берді. Алғыс айту күніне байланысты бір тұлғаға алғыс айту керек дейді. Қазақ тарихында алғыс айтатындай қандай тарихи тұлға бар осы? Ой құрсыншы. Көрпеңді жайсаң, көгеніңді ұстай, көгенеңді жайсаң, көрегенді тыңдайды. Көрегенің ағасы, көгеніңді аттан жинайды. Ана сүтіне таласпа, көлденең аттыны да сыйлаған. Көк пен жердің арасы адамның игілігі үшін. Қазақ билікке сенбейді, бұйрыққа сенеді. Бұйрық Алладан, билік санадан, санаңдағы сәулеңді қарағап шығады. Ұлан қайыра тұрап, ертіс пен елдің, арқа мен Алатаудың арасы қазақтың ата мекен ата жұрты. Әгереки, кімді-кім біздің қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызды біліп қойған абзал. Төсекте малымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған азат етіміз. Қай көршімізге айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз. Қас болғанға қиып түсер қылышымыз. Өз жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақта. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз болып мақтаныңды құлқы етпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салбылдап сағын болған бойыңа етпе. Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, оңғап қайырме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзбе, сонан тапқан шын асыл тастай. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқу. Оқысаңыз балалар, шамнан сұрақ жағылар. Тілегенін алдынан іздемей. Мен жүрсеңдер, абзал досының ту сыртынан көздеп тасадан. Күнкөл күйбеңмен жер ошақ басының қамы үшін жүрсең, қырқысып, ондай ездердің ел былай тұрсын, қашадан. Қаржаудың нағыз ит өлімі деген осы. Майда абақтыға жапқаны, қиын емес тарға асқаны, атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылының иттері үріп қашқаны, қош сау бол, қарқаралы жуылмаған, айдай бер адам қалса құлылмаған. Мен Хиуаз қайыр майданда елім үшін, болашақ ұрпақ үшін жанымды шүберекке түйіп, отан үшін соғыстым. Осыншама жылдар бойы жасаған елігіміз жарқын болашақ үшін. Орынды зіркілдеу сабақ, орынсыз зіркілдеу азап. Орынды зіркілдеу жастарды дұрыс жолға, орынсыз зіркілдеу жастарды бұрыс жолға алып барады. Мәссаған, бұның бәрі мен түсін болғаны ма? Тұлғаларды маған өсиет етқаны өмірде көрінмеді. Бұл тұлғалы осы күнге қалай білмедім екен? Осындай тарихи тұлғаларында барына мақтанам. Ұмытылмас ұлы тұлғаларға алғысым шексіз.